Қыздар жандарым, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен кішігірім үйге уборка жасап алдым. Таңертең біздің бөлмемізді қағып сілкіп, төсектердің барлығын жинап, шамдарын сүрттім. Келесі бөлме бізде детский бөлме. Бұларды да қағып сілкіп, төсектерін жинап жауып үлгердім. Содан кейін шамдарды кішігірім болсын сүртіп алайын дедім де, сөйтіп тезде шамдарды сүртіп, кірлерімді стиркаға салып қойып, ата-енемнің бөлмесінің шамдарын сүртіп үлгердім. Лестницаны бірінші осылай сыпырып алдым да, артынан тазалап полдарды жуып алдым. Полды жуған жерімді түсіріп үлгермедім. Келесі бөлме менде кухня. Кухняға келіп сыпырып жүріп ойланып жүрмін, не тамақ істеймін деп ше. Сөйтіп ет шығарып қоя салайын, онда да не болса бір фарш, бір әйтеуір сиырдың етін бәрін шығарып қойттым. Келесі бөлме бізде гостиный. Бұл жерде барлығымыз отыратын жер, баламның ойнайтын жері, ойыншықтарын бәрін тез алдым да пылесостап полдарды жуып алдым. Қайнатам баламды алып далаға шығып кетті. Ол кісіге көп рахмет айтамын. Әйтеуір тірлігін бітіріп алды дейді. Әйтеуір бір 40 минутқа, бір сағатқа далаға барып жүргізіп келеді. Кейде